Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қарағандыдан барлығына сәлем. Бүгін әңгімеміз тек қана бройлер ұстау жайлы болмақ. Дайын болсаңыздар, кеттік. Қадірменді көрермендер, бүгінгі талқыланатын өзекті бірнеше тақырыпты айтып өтсем, бұл әрине бройлер ұстаудағы өзімнің жіберген қателіктерім жайында. Екінші, 25 күндік күркетауық пен 37 күндік күркетауықтың айырмашылығы жайында. Және де үшінші тақырып менің үндіктің балапандарымен жасап жатқан экспериментім жайында болмақ. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ендеше бастайық. Ендеше бройлер ұстап жатқан кездегі менің алғашқы қателігім, құс базарына барып жем алған кезде, осыған дейін Өскеменнің Крупы Востока деген жемін, комбикормын беріп отырған едім. Одан кейін 30 күннен асқан сәтте бұл бройлерларға мен базардан сырт көзге әдемі көрінетін бір жем бердім. Әрине қолдан жасалған, май қосылған деп сол жемді беріп еді. Әдемі жеді басында. Салып қойдым, мынау кормушка толып тұрды. Екінші күні бердім, үшінші күні бердім, төртінші күні келсем, кормушкада жем тұр, тауықтарым жем жемейді. Неге десем, жаңа қалған жемнің ішіндегі ұнағандарын барлығын жейді екен да, мына жерде енді араласып кетті жем. Жегеннен кейін артында мына ұқсаған кесектері кормушканың ішінде қалып қояды екен, астаудың ішінде. Сырт көзге қараған кезде жем тұрған сияқты, бірақ құстардың қарны ашып тұрады, дұрыс тамақтанбайды. Кейіннен жем сауларын ұстасам, жем саулары орта толмаған, бос, солай болды. Жем сау қазір толып тұр. Содан бүгін тауық базарына барып, гарантия беретін, қолдан жасалған өзі бройлер ұстайтын кісі қолдан жасап, сонымен өсіреді екен. Қабы 4500 теңге тұратын 40 килограммдық жем берді. Сол жемді салып көрдім, жақсы жеп жатыр. Бұйыртса бұлардың салмақ қосуын әрі қарай жатармыз. Ендеше келесі тақырыбымыз 25 күндік бройлер мен 37 күндік бройлердің айырмашылығы. Мінекей алдарыңызда екі түрлі инкубациядан шыққан бройлерлер. Біреуіне бүгін 36-37 күн, екіншісіне осылардан 10-12 күн кейін шыққан 27 күндік бройлер. Мұнауымыз бірде 400, бірде 500 шамасында. Ал мына бройлер 2 килограммнан асып тұр салмағы. Жалпы мінекей осындай болады екен айырмашылығы салмақ қосуында. Кейін таразымды сындырып алдым, кейін таразымен өлшеп, тағы бұйыртса келесі видеоларға салармын. Және де ардақты ағайын, күркетауық балапандарын ұстауда бір эксперимент жасап жатырмын. Сол жайында айтып өтсем, мынау бройлерлермен бірге күркетауық балапандарын 5-6 дана күркетауықтарын балапандарын салып қойдым. Бұл әрине бройлердің жемімен бройлерларға арналған. Енді өте құнарлы жем ғой. Сол жеммен күркетауықтың балапаны қалай өседі екен, және де жайылымда жүріп, басқа құстармен бірге қарапайым несушкаларға арналған және де басқа старт-рост әртүрлі комбикорм енді табылғанын бересің ғой күркетауықтарға. Ересектермен бірге еріп жүрген балапанның өсуі қалай болады екен, 1 айдан кейін, 2 айдан кейін, 3 айдан кейін олардың айырмашылығы қалай болады екен деген жайында эксперимент жасап жатырмын. Тәжірибеден өткізіп, соны кейін
нәтижесін өзім байқаған уақытта сіздерге бұйыртса видео қылып салармын. Және де төртінші бүгінгі сіздерге арнайы дайындаған тақырыбым бұл бройлер ұстаудағы жоспарларымның өзгеруі жайында айтқым келіп отыр. Мынау тұрған бірінші лекпен келген бройлерлардың ішінен бұйыртса 10-15 бас алып қалам деп отырмын. 10 ұрғашы, 10 аналық алып қалам. Қыс бойы солардан алған жұмыртқадан бұйыртса балапан шығарып отырсам деймін. Өзімнің бройлерларынан балапан алған қалай болады екен деген сұрақтарға жауап беріп, өзімді өте қызықтырады сол сұрақ. Тәжірибе жасап көргім келіп отыр. Бұйыртса ол жайында енді 5 айдан кейін, 5 ай, 4 ай уақытынан асқаннан кейін бұл бройлер тауықтары жұмыртқа бере бастайды екен. Қанша жұмыртқа беріп жатыр, қанша жұмыртқадан балапан шықты, нешесінде ұрықтанған, нешесі ұрықтанбаған, неше процент балапан шықты, сол жайында бұйыртса видеолар салып жатармын. Ол жайында әрине болашақта айтып өтетін боламыз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Қазақ бауырлар білсін деп, көрсін деп, үйренсін деп. Жалпы мынау балаларымыздың қолында ұялы телефон болғандықтан, YouTube қосымшасы болғандықтан, мынау ақпараттық технологиялар мен ақпараттық желілер заманында сол ұялы телефоннан тәрбие алып отырғандықтан, балаларымызға дұрыс тәрбие болсын деп, жасөспірімдеріміз бір нәрсеге ұмтылсын деп, сапалы қазақ видеосын көбейтейік деп, осындай видеолар түсіріп жатқан жайымыз бар. Қолдаңыздар, ардақты ағайын, видеомен бөлісіңіздер, ұнаса лайк баса отырыңыздар. Жалпы бүгінгі ақпараттар легі осындай болды. Қызықтыратын сұрақтар болса, комментарийге жаза отырыңыздар. Жалпы түсірілетін видеолардың тақырыбы шектеулі болғандықтан, уақытымыз шектеулі болғандықтан видео түсіруге мүмкіндік туындамай жатыр. Жаңа тақырыптар, жаңа жоспарлар болса, видеолар түсіре жатармыз. Бізбен бірге болыңыздар, алыстамаңыздар. Елім заман, жұртымыз тыныш болсын, ардақты ағайын. Қош, сау болыңыздар.